Сәлем достар, бүгін біз булочка жасайтын боламыз. Өте оңай жасалады, әрең жұмсақ, керемет болып шығатын булочка жасаймыз. Мен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керек заттарды описаниеға жазып кететін боламын. Бізге керек заттар: ең бірінші сүтімізді аламыз. Жылы сүтімізге қантымызды, тұзымызды салып, одан кейін аштығымыз салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін аштығымыз көтерілгенше 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Аштығымыз көтерілуі керек. Аштығымыз осылай көтерілді, керемет болып. Одан кейін қалған қантымызды салып, одан кейін ерітілген сары майымызды құйып, араластырамыз жақсылап. Одан кейін бір жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Қажетінше ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осындай венчикпен араластырсаңыздар болады. Одан кейін әбден араласқаннан кейін қолмен жақсылап илесеңіздер болады. Қалауларыңызша ұнды қосасыздар. Қажетінше ұнды қоссаңыздар, таста емес, қатты жұмсақ емес, қамыр илеңіздер. Көп ұн қосып жіберсеңіздер де булочкаларыңыз жұмсақ болмайды. Көз мөлшерімен салсаңыздар болады ұнды. Қамырымызды осылай илеп аламыз. Одан кейін бір ас қасық күнбағыс майын құйып, тағы да жақсылап басып жібереміз. Осылай жақсылап істегеннен кейін бетін жауып, 1,5 сағатқа қамырымызды көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін осылай қамырымыз көтеріліп дайын тұрады. Осыны бөлшектерге бөліп, қолымызды міндетті түрде майлап аламыз.
жабысып қалуы мүмкін. Одан кейін жайып өздеріңіздің қалауларыңызша формасын келтірсеңіздер болады. Мен рогаликке сияқты жасадым. Ішіне мен варенье салдым. Қою варенье салсаңыздар болады. Джем салсаңыздар болады. Вареный сгущенка салсаңыздар болады. Салмасы өздеріңіздің қалауларыңызша сала берсеңіздер болады. Менде барлығын өйстіп салып, барлығын өйстіп жасап алдым. Одан кейін осындай формамызға барлығын орналастырып, міндетті түрде араларын ашық тастайсыздар. Жабысып қалуы мүмкін, көтеріледі ол. Одан кейін үстіне осылай жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі піседі, өздеріңіз қарап тұрсаңыздар болады. Міне біздерде осындай керемет болып пісіп шықты. Мен 2 рет салып пісірдім. Жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер.